Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Сары майға қантымызды қосып, 50 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз бір дана, оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін 250 грамм ұнымызға бір кішкентай қасық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Ең бірінші шанышқымен, одан кейін өзіміздің қолымызбен араластырамыз. Өте жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын. Және де осы қамырымызды 15 минутқа қойып қоямыз, салмамызды дайындағанша. Келесі салмасына келетін болсақ, сүзбеміз 400 грамм сүзбеге 200 грамм қаймағымызды, 130 грамм қантымызды, 2 дана жұмыртқамызды қосып, миксермен араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Және де формамызды алып, қамырымызды жаямыз. Бір келкі болғанша әдемілеп, формасын келтіріп, жан-жағын шығарып, жаятын боламыз. Және астына пергаментный бумага саламыз. Одан кейін салмамызды құямыз. Және де духовкаға 180 градуста 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!